Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 47-ші сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Сабақтың мақсаты сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін. 42-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыстырғымен оқы. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Шегене деген немене? Соны білгің келе ме? Шамалы азды шағынды бабалар деген шегене. Өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөзді тап. Қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар. Сұраулы сөйлем жасайтын маме, бабе, папе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, салтанат келді ме? Жауын басылып па? 43-ші жаттығуға назар аударайық, құрметті оқушылар. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Кісіге қарап орынсыз күлме. Әжең базардан алма әкелді ме? Сабақтан кешікпе. Қанат ауылдан келіп пе? Ешқашан өтірік айтушы болма. Қар қалың жауды ма? Қарамен жазылған сөздерді салыстырып, өзің қорытынды жаса. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөзге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. 47-ші жаттығуға назар аударайық. Сызба бойынша бір-бірімен диалог құрастырып жазыңдар. Бұл жерде сызбада мектепке, театрға бару, емхана, кітапханада болу. Мынада диалог құрастыруға болады. Сәуле, сен бүгін театрға барасың ба? Жоқ, Алмас, мен бүгін мектепке барамын. Ертең сағат 2-де қайда боласың? Мен сағат 2-де кітапханада боламын. Осыған ұқсас сөздеріңізде мәтін құрастырсаңыздар болады. Диалог құрастыруға болады. 45-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелде. Сен нешінші сыныпта оқисың? Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екпінмен айтылатынын анықта. Зерттеу барысында сұраулы сөйлемде сұрау мәні бар сөздің көтеріңкі екпінмен айтылатынына көзіңді жеткіздің. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.